60-та 43 давлениемен баратын жерім жоқ, басар тауым жоқ. Бір не істеймін деп бір аптадай жүрдім ғой. 60-та 43 давлениемен бір апта жүрдім, ештеңе көмектеспеді, баратын жерім жоқ, басар тауым жоқ. Сонда енді не істеймін деген кезде мен Кербаевқа келдім ғой. Сонда дұрыс тамақтануды үйрену үшін келгем. Ешқандай тамақ жей алмай, алма, өрік, помидор, кез келген тамақты жеймін, асқазаныма батады. Сондай жаман күйде келдім. Дұрыс тамақтануды үйренуге, ішкі состояниемді жөндеуге. Әрине дұрыс тамақтанып бастағаннан кейін 3 күннен кейін бірден өзіме келдім. Бір неше күн диванда жатқан адам кешке жақын билеп жүрдім. Сондай бір күшті сезімге бөлендім. Денсаулығымның жөнделуіне, яғни қолға алу керек екенін түсінгеніме осы Кербаевқа әрине рахмет айтамын. Тренерларыма рахмет айтамын. Дұрыс тамақтанудан сол кезде кеңесшілерге рахмет айтамын, маған көмектескен. Содан кейін әрине одан кейін өзім дұрыс тамақтануды үйреніп, халыққа үйретуге өзім шешім қабылдадым. Қазіргі таңда 6 жыл болды. Сол 6 жылда көптеген адамдардың денсаулығын күтуге үйреттім. Денсаулықты күту өзіңізден басталады. Жазыңыз, тегін кеңеске жүгініңіз. Дайынмын көмектесуге әрқашан.